Ұстаз, осы бір сөздің өзінде қаншама мән мағына, қасиетті ұғым жатыр десеңші. Адам баласы қадір тұтып, құрметтейтін екі адам болса, соның бірі ұстаз. Ол ұрпаққа білім мен тәрбие беріп, өсіруші адам және қоғам сенген дара тұлға. Ұстаз болу әрі бақыт, әрі абырой. Осы қастерлі мамандықтың қыры мен сырын терең игеріп, шәкірттері мен әріптестерінің жүрегінен орын алған мектебіміздің ұлағатты ұстазы Нұрпейісова Роза Өтебайқызы деп айтар едік. Ол 1960 жылы қазіргі Түркістан облысы, рухани астанамыз Түркістан қаласында дүниеге келген. Тұлымшағы желбіреген, талдырмаш қана ақ сары өңді, сүйкімді қыз 1968 жылы Крупская елді мекеніндегі Крупская атындағы мектептің табалдырығын аттап, білімнің бал шырынына қанып, 1978 жылы орта мектепті бітіреді. 1979 жылы бұрынғы Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтының педагогика және бастауыш сыныптар методикасы факультетіне оқуға түседі. Оны 1983 жылы үздік бітіріп, осы жылы отбасын құрады. Еңбек жолын 1983 жылы Қызылорда қаласындағы нөмірі 9 орта мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып бастап, кейін сол қаладағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектепке ауысады. 2001 жылы Түркістан қаласына көшіп келіп, нөмірі 14 мектепке бастауыш сынып мұғалімі болып орналасады. Өзінің ізденімпаздылығымен, еңбек сүйгіштігімен, іскерлігімен ерекшелене білген Нұрпейісова Роза Өтебайқызы 2008 жылы директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары лауазымдық қызметіне тағайындалады. Ол жаратылысынан қиындықтан қорқпайтын, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін, қайсар да батыл жан иесі. Жаңалыққа жаны құмар ізденімпаз ұстаз. Көрген білген және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында сақтап, әріптестеріне үйретуден жалыққан емес. Қаншама жас маманға жүйелі жұмыс жасауына бағыт бағдар беріп, жаңаша оқытудың әдіс тәсілдерін үйретті. Қаншама шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, арман асуларынан асырып, өмірдегі өз орнын табуына жол көрсетті. Мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене атсалысып, айтулы күндерде мерекелік іс-шаралардың басы қасында болып, жастарымызға қазақтың салт дәстүрлерін дәріптей жүріп, үлкенге ізет көрсетіп, кішіге қамқор болып, әріптестеріне кәсіби қолдау көрсетіп, жанашыр бола білді. Роза апай өзінің ашық жарқын мінезімен, қарапайымдылығымен, көпшілдігімен, қысылып қиналғанда ақыл қосар абзал ақ жүрегімен де көпке үлгі болды. Оқу тәрбие саласында сіңірген еңбегі үшін Нұрпейісова Роза бірнеше рет облыстық білім басқармасының мақтау грамотасымен, Түркістан қаласы әкімінің және Нұр Отан партиясының алғыс хаттарымен, қалалық білім бөлімінің құрмет грамотасымен, 2015 жылы облыстық құрмет қоғамдық бірлестігінің ерен еңбегі төсбелгісімен марапатталды. Бір мектептің ғана емес, елдің құрметіне бөленген ұлағатты ұстаз, білікті маман Нұрпейісова Роза Өтебайқызы қазіргі таңда зейнеткерлік жасқа абыройлы еңбегімен жетіп отыр. Ол ұлағатты ұстаз ғана емес, отбасына арқа сүйер тірегі. Бұл күнде 2 ұл мен 3 қыздың аяулы анасы, 5 немеренің сүйікті әжесі. Құрметті де қадірлі Нұрпейісова Роза Өтебайқызы. Сізге ұстаздық еткен еңбегіңіздің, төккен теріңіздің зейнетін көріп, ағайын туыстың құрметіне, немерелеріңіздің сыңғырлаған күлкісіне, ұл қыздарыңыздың қуанышына тоймай, ұзақта мағыналы ғұмыр кешіңіз деген тілек білдіреді нөмірі 14 мектеп ұжымы.